Paşanın yine biraz mutlu olmuş, hep yakın diye. Vay sevimsiz. Bu kastın nağlamayman da, koşu sıpraman tazalayman. Azанда bizler bir qaytara musurlарын alamız. Alып кеткенден кейін сол жерге қарасақ және тастаған болады. Болады ғой, жұмыстың жаман жоқ, айтып істесең, қара қазан қайнап тұрса, кепіліп. Бірінші айлығымдағанда қатты қуандым, сөйтіп айлықларымның бәріне үйіме продукт апарғанмын балаларыма. Ko'cha supurgandan ham uyalmayman. Chunki ko'cha supurgan yerni yuzini ochgan yaxshi bo'ladi deydi-yu. Сол рахмет айтса қуанып қаламыз ғой. Рахмет айтып жатыр, біздердің ниетімізден білетін адамдар бар екен ғой деп. Әзір жұмыс қиын емес, мына Олжаста. Азанғы сағат 8:30-нан 12:30-ға дейін жұмыс. Біреулер ойлайды, су деген кнопканы бассаң шыға бермей ме деп. Ал ол құрудан құрып мәзірге бара бермейді ғой сол. Семья тыныш болса, бақытты балалардың алдында жүрсе, балаларды әйтеуір оқытып, елге қосып, сол бақыт, семья тыныш, ел тыныш болса, әйтеуір сол үлкен бақыт біздер үшін. Абаттандыру біздердің жұмысымыз болғанменен тазалықты сақлау һәммеміздің вазифамыз деп ойлаймын. Birinchi o'rinda prezidentimizga rahmat shunaqa. Hammamizni ish bilan, oylik bilan ta'minlab turganiga. Біздің минетімізді қадірлең. Абаттандыру басқармасы деп көп адамдар түсінеді. Мысалы, тек қаланы көшедегі мұсырларды тазалау, сыпыру жұмыстары деп. Абаттандыру басқармасының вазифасы ол тек қана қаланы сыпырып тазалаудан ібарат емес. Абаттандыру басқармасының аймағына көп тармақлы басқарма болып, қаламыздағы егістік жерлерге гүл нәлін, терек нәлілерін, егілген нәлілерді суғару үшін қаламыздағы көшелерге, қиябаларға, паркілерге машиналармен суғару жұмыстары алып барылады. Қаламызда сақтандыру жұмыстары алып барылады. Басқармамызда 750 жұмысшы болып, басым көпшілігін енді ер адамдар құрайды. Оның ауыл жұмыстарын жерді аудару, егіске таярлау жұмыстары үшін көбінесе ер балаларымыз көп. Қыз балаларымыз бар, жетерлі дәрежеде. Сол жұмысшыларымыздың басында басқарып тұрған бригадирлерімізге велосипед әперіп, жұмыстарына қатынауына болғанша жеңілдіктер тудырылмақта. Қызметкерлеріміздің барлығына арнаулы киімдермен тәмінленген. Әрбір кәсіптің өзі машақаты болады, қиыншылығы болады. Ыстыда, күн суықта уақытлары болады. Мысалы, қыстың күні қатты қақаман суықта, қанша тоңса да, суық болса да, халыққа қызмет көрсету алып барып жатыр. 3,5 жыл болды жұмыс істеп отырғаныма, өзімнің жұмысымнан налмайман, қуанаман, әйтеуір содан нан жеп отырман. Азында сағат 8:30-да келіп жұмыстарымызды бастаймыз. Еш налмайман, қуанаман, солардан балаларыма нан жегізіп отырман, студент оқытып отырман, контракт төлеп отырман. Жұмысларымыз жақсы. Жұмыс керек, істеуіміз керек оған. Балаларымыз үлкен бірақ. Бәріне үлгеріп кеп жатырмыз жұмыстан. Абаттандыруда істегеніме ұялмаймын. Құдайға шүкір, 2 контракт студент бар университетте оқып жатырған. Соның арқасында оқытып жатырман. Абаттандырудың жұмысының арқасында содан төлеп отырман контрактларымды. Ұялмаймын. Бригадамызда бір 13 адамдай бармыз. Сол ауызбіршікте бірге тату істеп жатырмыз бе? Осындай қай жерде не болса сол ойласып, аудару, егу. Сол жұмыстар болса, әйтеуір сол қаламыздың сол гүлдерін жасауына, сол үлесіміз қосып жатқанымызда сол жүзі қуанышлы болып жүрміз, әйтеуір пақырлы, бір-бірімізді әйтеуір аға інілі болып істесіп жатырмыз әйтеуір. Әзір жұмыс қиын емес, мына Олжаста. Азанғы сағат 8:30-нан 12:30-ға дейін жұмыс. 15 жылдан бері істеймін, 15 жыл болады істеп жатқаныма. Көше сыпырамыз, тазалаймыз. Өзім жұмысыма қанатланамын, жақсы жұмысым.
осы кәсіпте істеп жатырып 4 перзенттің анасыман, тәрбиелеп жатырман. 2 қызды ұзаттым. Балам 4-ші курс институтта. Бұл кәсіптен налымайман да. Көше сыпыраман, тазалайман. Кәсібім жақсы. Ishimiz hozircha qiyin emas, chunki bunaqa ishlar oldin ham qilganman. O'zim Andijonda tug'ilganman-da. Bu yoqqa turmush chiqqanman. Lekin ishimdan uyalmayman, Xudoga shukr. Mana farzandlarimga bir halol mehnat bilan pul topib olib chiqyapman. Olib boryapman. Chunki mehnatim uyaladigan ish emas-da, ko'cha supuramiz, gullar ekamiz. Ko'cha supurgandan ham uyalmayman. Chunki ko'cha supurgan yer yuzini ochgan yaxshi bo'ladi deydi-yu. Shu yer yuzini ochgan yaxshi bo'ladigan uchun ham men qilgan ishimdan uyalmayman. Birinchi o'rinda farzandlarimga halol mehnat bilan pul topib olib kelib, halol rizq berib boqyapman. Andijondan kelgandan keyin boshda hamma ishda qiyinchilik bo'lganda, qiyinchiliklar ham bo'lgan. O'rganishib ketganimcha 1 oy, 2 oy qiynalganman, lekin hozir qiyinchiliklar yo'q. Odamlari ham yaxshi. Odam bir-birini tushunib, hammamiz bir-birimiz bilan bo'lib ishlaymiz. Mana hozir ishlagan yerimizdan kollektivlarimizda ham hammasi yaxshi. Yo'q, Andijondan kelgan do'stlarim yo'q-ku, lekin uyalmayman. Chunki men yoshligimdan mehnat qilib katta bo'lganman. Onam ham shunaqa mehnatda bo'lganmiz-da, yoshligimizda mehnat qilib katta bo'lganmiz. Halol mehnat qilib topgan pulingdan uyalma, orlanma deganda. Kelgan vaqtlari yalib, biroq qisindiq, endi keyin uyrenib ketdik-ku. Kirgan vaqtlarim endi yalib betimde jaup жүрдім баста. Keyin не деп ұяламан, өзімнің еңбегім деп, hamma ел қатар істеп жатырман ғой деп, істей берейін деп, кейін ала ашып істеп жүрдім. Адал еңбегіміз, не деп ұялам? Яқ, мен кәсібімнен ұялмайман. Адал минет. Кәсіптің жаманы болмайды, маңнай теріңменен тапсаң. Кәсіптің жаманы жоқ. Адал минетпенен тапсаң, минеттің түбі рахат деген. Енді көп уақыт демалсам, жұмысты сағынамыз. Демалыс болып кетсе. Мысалға, байрамларда демалсаң, 1-2 күннен кейін жұмысың сағынасаң, адал минетіңмен істегеннен кейін көше сыпыру, тазалық, жұмысың сағынамын. Bu ishga kirganimga 1,5 yil bo'ldi. Ish qiyin emas, unaqa o'rganib ketganmiz. Kasal bo'lmadi ekansan bu ishda ishlasang, umuman. Azonda sog'man deb o'rningdan turib ishga ketaveramiz. Ha, sipiramiz, tozalaymiz, gazon tashiymiz, unaqa. Bizda bolalarim bor, qizlarim bor hamma. Daraxtlarni kesganlarini yig'ishtiramiz. Ishdan hech qiynalmaganmiz, qochmaganmiz ham, nolimaganmiz ham. Birinchi o'rinda prezidentimizga rahmat shunaqa. Hammamizni ish bilan, oylik bilan ta'minlab turganiga. Shu ishdan faxr bilan ishlayman men. Hech qiynalmaganmiz, charchamaganmiz, kasal bo'lmaganmiz. Azonda turamiz-ku, dinimiz sog' bo'lib ishga ketaveramizlar. Hech qiyinchilik umuman ko'rmaganmiz bu ishdan. Men Xudo qalasa 5 yil bo'ldi istep kelayotganman o'sha yigitlarмен o'ylasgan holda shunday to'legu жұмыстарын ishlaymiz. Avval nede bo'ldi? Sirchaqlarda ishladik. Sirtda, Qozog'iston nelarda hukumatning жұмысында ishlamedik. Shu abadallashtirib kirib istep o'tirganima 5 yilday bo'ldi. Xudoga shukr yaxshi жұмыслар. O'zing uyingdan kirib chiqarsang bir yaxshi yerimda. Adal taraflari ko'p. Мысалы, өзің үйіңе отбасынан шыққанға не жетсін? Шағанаң алдында, отырғаныңа. Уақытында той мерекеге бара қоясың, ауылда болсаң, ағайын туысқандарың қасында, бала-шағаң қасында, балаларыңды оқуға неге арқайын апара қоясың. Болады, Құдайға шүкір болып жатыр. Шаңыраққа еплеп жетіп тұр айлығымыз. Әр тараудың өзінің бір қиыншылықтары бар, дегенмен де қыс айларында суыққа қарамасақ болады, еплеп. Суықты неге алсақ, бұл кездерде бір сағаттарым кішкене жеңілдік болады, суық кездерде де. Көшеміздің гүлленуіне шырай қосылсын деп гүлдерді егіп жатырмыз сондай қылып. 4 жыл болды істеп жатқанымызға. 4 жылдан бері сол қаламыздың тазалығына, несіне үлесімізді қосып жатырмыз, соған қуаныштымыз әйтеуір. Қаланы сыпырамыз, тазалаймыз көшелерді. Мысалы үшін адамдар пакет тастап кетеді, соларды тазалап аламыз. Орналарға тастап кетеді, ямасы сыртына тастап кетеді. Соларды тазалаймыз, азында 8:30-дан бастап келіп сыпырамыз қызларымызбен бірге. Өзім 2 перзентім бар, 1 қыз 1 балам бар. Балам үйленді, келінім бар, ақылығым бар. Қызымды оқып жатырды, жақында тұрмысқа бердім. Оқып жатырды университетте. Осы жұмысының арқасында ғой барлығы. Рахмет бәріне, басшыларымызға бәріне.
Ошо жұмыстың арқасында әйтеуір бәрін қожалық тербетіп отырмыз ғой, балаларымыз оқып жатырды, қыздарымыз. Жұмысымыздан сол көшеміздің жаңағы тазалығына үлесіміз қосып жатқаннан, көшеміз таза болып тұрғаннан, һәм мынандай мінекей гүлдерді егіп жатырмыз ғой, соларды бәрін көріп, көңіліміз көтеріліп, мына тым жақсы гүлдерді егіп қойып сұлу болып тұрыпты иә деп. Мысалы үшін сыпырсақ артымызға қараймыз, жаңа сыпырған жерімізге қарай тап-таза болып тұрыпты иә деп. Соларды енді адамдар білсе дейміз да бір жағынан, не? Жаңағы мусор не тастап кетеді, сыпырып жатсаң, тазалап жатсаң, артыңнан тастап кетеді да. Әйтеуір апалар сыпырып жатыр ғой, тазалап жатыр ғой деп кәдімгі белгіленген құтыларға, ящиктерге салып кетсе, шимшік шақпай. Мысалы үшін кетіп баратсаң, артыңнан шимшік шағып тастап кетеді ғой. Біреулер енді һәммеде ондай емес енді. Біреулер рахмет, сіздер сондай тазалап жатырсыз қаламызды деп рахмет айтатынлар бар. Сол рахмет айтса қуанып қаламыз ғой. Рахмет айтып жатыр, біздердің ниетімізден білетін адамдар бар екен ғой деп. Енді қиын болуы мүмкін деп ізімізге қайтып тазалап нете береміз ғой, енді өзіміздің жұмысымыз сол болғаннан кейін. Азанда біздер бір қайтара мусорларын аламыз, алып кеткеннен кейін сол жерге қарасақ және тастаған болады. Енді сондайларға ілтимас етіп айтқымыз келеді, мусор ящиклер бар, жолға, көшеге қойыппыз, соларға тастап кетуін ілтимас етеміз халқымызға. Болды ондай жағдайларда. Сен жұмсың дегендер болды, сен вазипаң, со жағынан сен нан жеп отырсаң деген адамдар болды, жырасты ондай күндер. Енді сол уақытта бір кіттай қапа болыңқырап қоямыз. Кенен өзіміздің жұмысымыз, өзіміздің вазипамыз деп істеп кете береміз. Бірақ қапа болыңқыраймыз адамдар айтқан кезде. Енді халық айтады, біреу айтады, келіп, сен жұмысың, өзің вазипаң деп айтады. Айтқан күндер болды ондай. Көшеде жүреміз ғой, енді жолды сыпырамыз, тазалаймыз. Шаңқытпай сыпырың деп бақырып кеткен күндер болады. Су әкеліп серпің дейтін адамдар болады. Ондай ұшырасады. Адамдардан ілтимасымыз сол жаңа көшемізді тазалап, нетіп, қызлар енді һәмме абдалластыру бәрі үлесін қосып жатыр ғой. Солардың минетлерін бақалап білсе, көшеміз шырайлы болып тұрыпты ғой бәрін. Гүлдерді егіп жатырмыз, сыпырып жатырмыз, тазалап. Сол ілтимасымыз сол белгіленген ящиктерге тастаса, шимшік шақпай. Енді қанекей біздерге тастап кетпегені жақсы ғой, негізі тастап кетпесе. Бірақ біздердің енді вазипамыз сол ғой, тастап кетпесе, сол мусор шелегіне тастап кетсе деп не қыламыз. Masalan gullar ekkandan keyin ko'chadagi bolalarga ham aytaman-da, masalan kichkina bolalar bo'ladi, yulib ketmasligi kerak. Chunki bitta odam qilgan mehnatini endi o'zi ham o'ylash kerak-da. Uydagi guliday ko'rish kerak-da. Masalan, uyimdagi gulni yulmayapman-u, shu gulni ham yulmay desin. Ishlarimiz yaxshi, qiyinchilik yo'q. Uyimdagi ishni qilganda bu yerdagi ishni ham yurakdan chiqarib bajaraman doim. Енді біздер енді жаны ашып, нығылып, тазалыққа қараймыз ғой. Енді қарап отқаным, жастарға да айтарым. Минетті бақаласа сол адал етіп, еңбек еткеніміз біздер бақаласа. Болады ғой, жұмыстың жаман жоқ, айтып істесең, қара қазан қайнап тұрса, кепіліп, айлығын уақытында беріп тұрыпты. Халқымыздан қазір жақсы, мусор шығындылар ондай көп тастай бермейді, әдеуір біраз жақсы бұрынғылардан қарағанда. Енді біреулер сілердің минетіңіз ауыр, сілерге қиын, айту сілердің минетіңізді бағалау керек деген халқымның гәплері де болды ондай. Ондай алғыс жақсы гәплерден естік. Vaqtida qaytamiz, boshqalarimiz ham rosa zo'r, har tomonlama bizga yordam beradi-da, endi to'g'ri tushunib. Bu yerda ishda qilib bo'lib, uyga boramiz, uyga borgandan keyin bola chaqamizni olib, kelib, bemalol ovqatlarni qilib berib. Azanda bizde saat 6'dan başlap жұмыс başlanады. Kешке saat 8-9'a дейін жұмыс уақыты. Салманың ішіндегі шөп шар бар ма, салафан емешек бар ма, бакалашка бар ма, бәрін алады. Қарауымда 18 адам бар. 18 жаққа бөліп қойыппыз. Солардың бәрі, солардың күшіменен халыққа су беріп жатырмыз. Қазір 44 жылға қарады істегеніме. 43 жыл толды, 44 жылға қарады. Бірінші айлығымда қанда қатты қуандым, сөйтіп айлықларымның бәріне үйіме продукт апарғанмын балаларыма. Ұн алдым, май алдым дегендей. Бәрін продуктіге жоқ қылдым ғой. Ең бірінші алған айлығымды. Коллективіміз жақсы, 16 қыз істейміз. Бәр ауызбіршіліклі. Тойларға, нелерге барамыз ғой енді бірге, өзіміздің мерекелерімізге. Мысалы үшін байрамларымыз бар, 8 март, таза жыл.
Соларды да бірге күтіп алып, жақсы ауызбіршілікle әмеміз. Азанда қуанып келеміз жұмысқа. Сонымен зерікпейміз жұмыстан еш. Емде уақыт өтеді. Коллектив деп енді жұмысымызда бір 1000 адамдай бар ғой. Той мерекелерімізге барсақ, абырластыру деп бақырады, намалады тойларымызда. Коллектив дейді. Сондан көбейіп батырыппыз сол. Ең қызық күндеріміз сол. Үйден андай проблема не болып қалса, сол жұмысқа келіп ұмытайық дейміз. Сондай күндеріміз болды да. Енді бұл кәсіптің ұнамын тәребі арқайын азанда ерте шығасаң, пезараткеде мойнынан еткендей. Еш жаққа кеткім келмейді. Болмаса біздер Қазақстанға, Россияға баруды білетіндік, осымада үйленіп қалғаннан кейін істедік. Шетке кетудің керегі жоқ. Біздердің уақытымызда біздердің жасты балалар көшеде салма қазамыз ба, су жағалаймыз ба деп айтатын еді. Ал біздер оны ұялмай-ақ істедік бәрін. Қыс маусымыз көбірек қиылау болады. Енді суықта, қатты суықларда шығамыз. Суақта қиылау болады, бұлайынша ондай қиын емес. Енді жазда да бірақ қатты құяшқа шығармайды. Демалың деп береді, кешкі салқынмен шығың деп айтады жұмыста. Ондай бір қатты бір қинамайды. Сол үшін келің деп маслахат бере аламын. Har 20 рабочийларға бір бригад беріп қойды. Сол бір коллектив боламыз. Сонымен той мерекелеріне барамыз, шақырықларына барамыз. Байрамларда, праздниклерде подарка беріп тұрады. Премияне, жәрдем ақша беріп тұрады. Тезден формаларымызды беріп тұрады. Балалығымда ма воспитатель болғым келді, бала бақша болғым келді, бірақ та оны оқи алмадым. Мечколды бітірдім, бірақ істей алмадым. Балаларды туып айтыр. Үйшілік дегендей. Енді балаларым үлкейгеннен кейін, енді бітіргеніме де көп жыл болып кеткеннен кейін, осы абаттандыруға кірдім. Бірақ налмайман, айту Құдайға шүкір мен. Айлықлар уақытында. Кіргеніме ұялмайман, налмайман. Қара еңбегім деп ойлайман. Жоғары мағлұмат болғанда, жоғарыға неге не істесек, яқ демесер едік. Енді ләжіміз жоқ қой. Бірақ айту налмайман содан. Менің үшін өзімнің кәсібім өзіме қадірлі алды. Біреулер ойлайды, су деген күні бастан шыға бермей ме деп. Ал ол құрудан құрып мәзірге бара бермейді осы. Біздердің сонша минетімізді бақылауын қалаймыз. Prezidentimizga ham kattakon rahmat. Mana shunchalik ayollarga bir qayda bo'lsa ish topishga yordam berib, mana ishlarni vaqtida berib nima qilyapti. Oyliklarimizni ham vaqtida olyapmiz mana. Armanim ертең Құда қаласа пенсия жасыма жеткізіп, пенсиямды, ең бірінші пенсияларымды, алған пенсиямды да ең бірінші осы абаттандыруда істеген. Ақылқларыма, сауаман, сол ең арманым сол үшін істеп жатырмын әзірше. Алла бұйырса айту пенсияға жеткізсін деп отырмыз. Мен өзім үшін бақыт. Сол бір халқымның ауызбіршілігі, тыныштығы, сол үлкен бақыт. Семья тыныш болса бақыт, балалардың алдында жүрсе, балаларды айтыр, оқытып, елге қосып, сол бақыт, семья тыныш, ел тыныш болса айтыр, сол үлкен бақыт біздер үшін. Ең үлкен бақыт. Сол бала шағаңның амалығы, ата-анаңның амалығы, денсаулығы, туған туысқандарыңның сол бақыт деп ойлаймын айтыр. Ауырмай, тым жақсы болып жүрсе, ата-анамыз, бала шағамыз, бәріне шүкіршілік етемен, Құдайға шүкір, бәріне шүкіршілік етемен. Аяқ басып жүргенімізге шүкіршілік етеміз. Сол жұмыс істеп жатырғанымызға шүкіршілік етеміз. Шүкіршілігіміз көп қой, айта берсек. Абаттандыру біздердің жұмысымыз болғанменен тазалықты сақлау һәммеміздің вазипамыз деп ойлаймын. Біздің минетімізді қадірлеймін.